Қалиасхан, сізге сіздің қызыңыз осы 2020 жылдың қорытындысы бойынша ең үздік тергеуші атанды. Біздің Жетісу облысы бойынша. Өзіңіз естіп отырсыз, біздің министрімізде Ержан Салиев мырза осы 24 жылда кадр жылы деп жариялады. Қазір бізге өте үздік кадрлар керек, үздік қызметкерлер. Сондықтан сіздің қызыңыз 23 жылдың қорытындысы бойынша өте үздік тергеуші болып атанды. Мынау енді сізге алғысымыз шексіз. Осыны сіздің көзімше сіздің қызыңызға мына табыстап, сізге осындай азамат, осындай полиция қызметкерін тәрбиелегеніңізге өте алғысымыз шексіз. Және де мына біздің департамент бастығы атынан осы Волоколамское шоссе деген кітапты, настольная книга дейді, осы кітапты сізге табыс еткім келді. Менің қызым 14 жыл болды осы Талдықорғанда ішкі істер қызметінің адал қызмет етіп жатқанда деп айтуға болады. Енді сіздерге де үлкен рахмет, қызымның еңбегін елеп ескеріп, осылай құрметтеп жатқандарыңызға, марапаттап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Қазір енді заманның несіне байланысты қалай деп айтады, бұл жұмыс өте, істеп жұмыстарымыз өте мазасыз, тағыдандай рискованный сондай жұмыс істедік. Енді осы жұмысқа адал қызмет жасап, жаңағы ақ жүріп жатқан азаматтардың бәрі аман болсын. Ассалам. Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз. Насыз сізге? Ассалам. Болың ба? Не береміз? Аға, мына былтыр 2023 жылы Алмаз облыс бойынша үздік участковый болып атағын алып отыр. Мына полиция департамент басының тапсырмасымен келіп отырмыз сіздерге мына осы грамотаны тапсыруға. Рахмет ағамыз. Сіздерге рахмет. Мына осындай тәрбие бердіңіз, сол себептен енді ойлаймын, Алмазымыз осындай дәрежеге жетіп отыр. Құттықтаймын. Болашақта да осындай халқының ардақты азаматы болсын. Өздерің сияқты жоғары. Өздерің генерал болыңдар, бұл сендердің артынан генерал болсын. Айтқаныңыз, тамам. Алмазға, саған Волоколамск тас жолы деген кітапты саған сілком оқы. Менің атым Оспанов Қуат Оспанұлы, Ескелді полиция бөлімінің бастығымын. Қалыңыз болсын. Сіздерге осындай бала тәрбиелеп, полиция департаментінің бастығы біздің Сартбай Зәкіровның сіздерге ұлдарыңызға үздік жедел уәкіл атағы берілді. Сол кісінің басылмасымен сол кісінің сіздерге үлкен сәлем айтып жатыр. Осындай бала тәрбиелеп, осындай біздің қызметтегі марапаттап, аға сізге табыстайық деп қойды. Болсын аға. Сартбай Зәкіровның. Рахмет болсын. Табыстап.